Құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар, білесіздер ме, өзімді таныстыруға рұқсат етіңіздер. Қонаев ауылының әкім аппаратында бөлімше басшысы Тоқымбек Әкімжан Жүсіпбекұлы. Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасына сәйкес Шу ауданының ЖКХ бөлімі қатты тұрмыстық қалдықтар полигонына қоршаған ортаға шығарылатын эмиссия нормативтерінің жобасы, қалдықтарды басқару бағдарламасы, өндіріс экологиялық бақылау бағдарламасы, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары, әсер етуге экологиялық рұқсат алуға арналған құжаттардың материалдары бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдаулар өткізуде. Қоғамға тыңдауларға жергілікті атқарушы органдардың өкілдері мен мүдделі жұртшылық қатысуда. Ауыл тұрғындарымыз бар. Қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидаларының 22-ші тармағына сәйкес залда аудио және бейне жазба жүргізілуде. Хатшы тыңдауға қатысушылардың арасынан ашық дауыс беру арқылы қарапайым көпшілік дауыспен сайланады. Хатшы ретінде келесі кандидатура ұсынылады. Қазэкопромстрой ЖС басшысы Амзикулов Алмаз Омуханұлы. Өзіңізге сөз беріледі. Рахмет. Хатшы қарсы емес болсаңыздар сөйлеймін. Саламатсыздар ма, құрметті ауыл тұрғындары. Шу ауданы Қонаев округінің Қонаев ауылының қатты қалдықтар полигоны бойынша қоғамдық тыңдау жүргіземіз. Полигонға келсек, полигон Шу ауданы Қонаев округінің Қонаев ауылының оңтүстігіне қарай 1154 шақырым жерде орналасқан. Және оның қысқаша сипаттамасын жасап өтсек, ұйымдастырылған қатты тұрмыстық қалдықтар үйіндісіне келесі жұмыс түрлері орындалу керек. Қатты тұрмыстық қалдықтарды шығару бойынша жұмыстарды орындау, және оны қабылдау, сақтау және оны әрі қарай оқшаулау. Ұйымдастырылған қатты тұрмыстық қалдықтардың үйіндісі экологиялық құрылымдар кешенімен қамтамасыз етілген және қатты тұрмыстық қалдықтарды сақтауға және көмуге арналған. Қатты тұрмыстық қалдықтардың ұйымдастырылған үйіндісі атмосфераның, топырақтың, жер үсті және жер асты суларының ластануына қорғауды қамтамасыз етеді. Кеміргіш жәндіктер және ауру қоздырғыш таралуын болдырмайды. Ұйымдастырылған қатты тұрмыстық қалдықтардың үйіндісіне қатты тұрмыстық қалдықтарды нығыздау жүзеге асырылады. Бұл құрылымның бірлігіне қалдықтардың жүктемесін арттырады. Жерді үнемді пайдалануға қамтамасыз етеді. Және осы жоба бойынша ықтимал атмосфералық әсерлерге келетін болсақ, қатты қалдықтар полигонында барлығы 9 ауа ластаушы көздері бар. Оның ішінде біреуі ұйымдастырылған және 8 ұйымдастырылмаған көздері бар. Ластаушы заттардың шығындылары 13 ингредиенттен тұрады. Нормативті шартты шығындылар жобасына сәйкес жалпы шығындылар жылына 20,855 тоннаны құрайды. Оның ішінде қатты заттар 18,4673 тонна, газ тәріздес сұйық заттар 2,3381 тоннаны құрайды. Және осы әр жылға біз қазір жобаны 10 жылға рұқсат әзірлеп жатырмыз. Соған жаңағы методикаларға байланысты әр жылға халықтың санының өсуіне байланысты методикамен есептелінді. Мысалы 26 жылға 20,8055, 27 жылға 21,3551, 28 жылға 21,9211, 29 жылға 22,5042, 30 жылға 23,1047, 31 жылға 23,7233, 32 жылға 24,36, 33 жылға 21,01, 34 жылға 25,69, 35 жылға 26,38 тонна жылына құрайды. Және де
қатты қалдықтарды басқару бойынша 26 жылға 2466-95, 27 жылға 2540 96, 28 жылға 2617-19, 29 жылға 2695-70, 30 жылға 2776-58, 31 жылға 2859-87, 32 жылға 2945-67, 2030 жылға 3034-04, 34 жылға 3125-06, 35 жылға 3218-81. Және осы қоршаған ортаны қорғау бойынша осындай іс-шаралар жүргізудеміз. Қоршаған ортаны әсер ету үшін монитор жүргізу, қоршаған ортаны көшеттер отырғызу, полигонға жаңа қатты қалдықтар бойынша айналасына көшеттер отыру және оларға күтім жасау арқылы аумақты абаттандыру және көгалдандыру, жабдықтарды жөндеу және көлік құралдарын жөндеу кезінде жанар-жағармайлардың төгілуін болдырмау, экологиялық ағарту және насихаттау, экологиялық басылымдарға жазылу, табиғатты қорғау акциялары, жарыстар, сенбілік күндерді өткізу және оған қатысу, жабдықтарды жөндеу және көлік құралдарын жөндеу кезінде жанар-жағармайдың төгілмеудің алдын алу бойынша осындай жобалар әзірленді. Сіздерде сұрақтарыңыз болса? Сұрақ жоқ болса? Қоғамдық тыңдауымыз қорытындыланып, 26 жылға арналған қоршаған ортаға эмиссияларға экологиялық рұқсат алу бойынша жобалық құжаттамаға қатысты ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдаулар өтті деп есептеймін. Қоғамдық тыңдаулардың нәтижелері бойынша хаттама жасалып, ол қоршаған орта мен табиғи ресурстардың жай-күйі жөніндегі ұлттық деректер базасы платформасында орналастыратын болады. Назар аударғандарыңызға рахмет. Келіп тыңдау қатысқандарыңызға рахмет. Жақсы, сау болыңыздар.